Ассалаумағалейкум ағайын. Таушық ауылы баршаңызға біздің қазір келіп отқан себебіміз осы мәжіліс депутаттығына кандидатқа арамыздан осы жұртшылықтың арасынан шыққан Мұратбай Жұмағалиевті ұсынып, сол кісімен сіздерді таныстырайын деп, бағдарламасымен таныстырайын деп келіп отқан себебіміз бар. Және осыдан бұрын мен қазір өзімді таныстырып өтейін. Амин Елеусенов, мен де осы Маңғыстаудың тұрғынымын, Кетік қаласыныкімін, қазір Ақтаудамын. Қазір сенімді өкілімін осы Мұратбайдың. Енді біздер қазір білуіміз керек, бұл сайлау не үшін керек бізге? Сол сайлауға бару керек пе, керек емес пе? Осы деген әңгімелер бар ғой, мысалы бойкот дейміз, я болмаса қажет жоқ дейміз. Соның бәрінде әуелі түсініп алайық сайлауды. Яғни біздерге қазір заң шығарды. Бұрын ондай жоқ еді, бұрын тек қана партиядан қатысатын еді. Партиядан өздері сайланады да, сосын солар депутат болады да, жұмыс жасады. Енді олардың жұмысының қорытындысын осы күнге дейін бәріміз көрдік. Қандай жұмыс жасалғанын. Ол жерде кілең мамандар отырды, заңгерлер, саясаткерлер, экономистер, тағысын тағылар, кілең небір жағы нелерді бітіріп келгендер. Солар отырып, сол жерде жұмыс жасай отырып, біздерге 30 жылдың ішінде осындай жүйе қалыптастырып кетті деп айтуға болады. Міне негіз бар оған. Себебі мына отырған сіздер мен біздер оны көріп отырмыз. Ендігі біздегі мәселе қазіргі заңда осы сайлау заңының ішіне мажоритарлық деген бір терминмен кіргізіп қойды. Ой дегеніміз мына жұртшылықтың арасынан былай айтқанда партияда жоқ адамдар өздерін өздері ұсына алады деген сөз. Жасың бар, қарың бар, кім болса да ешкімге шектеу жоқ. Енді біз соны пайдаланып, арамыздан сол жұртшылықтың арасынан жігіттерді осы дұрыс мен деген осы елдің арасында сөз өтіп жүрген, талапты дұрыс ашық қойып жүрген сондай азаматтарменен сол ілгері барайық деген мақсатымыз бар. Енді бұл бір орын тек қана мажоритарлықпенен жаңағы айтып отқан жұртшылықтан шығатын бір орын берген Маңғыстауға. Сол бір орынға қазіргі таңда 11 адам таласып тұр. Енді ол әркімнің өзі қарайды, кім қалай шығатын. Біздегі мақсат бұл сайлауды өткізіп шығу дұрыстап, және соған бәріміз ат салысып қадағалау. Неге деген сұрақ болған уақытта бұл жерде мына беріп тұрған, мүмкіндік беріп тұрған бір адам Маңғыстаудан, яғни Қазақстан бойынша 29 адам екен. Бүкіл Қазақстан бойынша. Мына жұртшылықтың арасынан шығатын, партияда жоқ, мысалы не. Солар шығып, сол жерде кілең осы мен деген ел үшін сөйлеп жүрген, ел үшін қызмет жасап жүрген азаматтар сол жерде болады деп үміттеніп отырмыз. Солар сайланса деп. Соларменен біздің елімізден шыққан, өзіміздің ұсынған мына кандидатымызды солармен біріктіріп жұмыс жасауға сояқта. Содан кейін барып, енді біздің ауылдан сайланған жағы депутаттарымыз бар. Маслихаттық, мысалы аудандық дейміз, облыстық дейміз, қалалық бар. Солардың депутаттарымен байланыс жасату мақсатымыз. Солармен бірге қазір мысалы мына кісі баратын болып жатса мәжіліске, осы кісіменен облыстықтан байланыс жасату, сосын барып қалалық, аудандық, солармен бірге байланыс жасата отырып, ол неге? Біз қазір халықпенен өкіметтің арасында байланыс үзіліп кетті, байланыс жоқ. Біз айқайлаймыз, қаламыз, ауылдағы, басқа жақтағы талаптарымызды айтамыз, бірақ біреу де шешілмейді. Шешіліп жатқан жоқ, бос айқайлап қаламыз. Қатты айқайлап жеткізгендерімізді қамайды, болмаса соттайды, өлтіреді, сонымен сөйтіп келе жатырмыз. Енді осы жүйе неге керек деген сөзде біздің қазіргі жасайын деп отқанымыз мына тұрған жастарға, одан қала берді ұрпаққа, мына тұрған немере шөберелеріңе, соларға бір жол қалдырып кетейік. Ата-бабамыз осы күнге дейін осындай ұлан-ғайыр жерді алып берген екен бізге. Бірақ сол жерде олар армандады, менің ұрпағым әрқайсысы осы жақсы жағдайда өмір сүрсе екен деп. Соған бізге Алла бұйыртып, міне осындай жерде отырмыз. Себебі олар өздері үңгірде жүрсе де, далада жүрсе де. Ал бізге осы бұйырып, осындай жағдайлы жерде отырсақ та, енді біз ұрпаққа не қалдырамыз деген сұрақ бар да. Біз де бірдеме қалдырмаймыз ба? Біз де ер азамат емеспіз ба? Сондықтан біз де қызмет жасайық деп, ұрпаққа қызмет жасап жатқан мақсатымыз бар. Соған байланысты біздер осы сайлауды дұрыстап өткізіп, мүмкін болғанша соны қадағалап, бұрын жаңа құрсыншымен жүрдік қой. Өзбек айтты деп еді, қалай байдың дегені, мен қазақтың құрсыншысынан байыным деп. Біздің өзіміз ана керек емес көкірегіміз бар ғой, магазинге барғанда тиын қалып барса, құрсыншы керек емес, кете береміз. Вот соменен біздер қазір осы күнге дейін құрсыншымен келе жатырмыз. Сайлауда да құрсыншы, басқа да құрсыншы, өзіміздің сол құрсыншы болып баратқанымызға кетіп баратырмыз. Біздер қазір мына шыңның ұшында тұрмыз.
Итеріп жіберсе құлайын деп тұрмыз. Басқа ештеңе қалған жоқ. Көріп тұрғаным сол менің өзімнің. Басқаларыңды білмей не көріп отқандарыңды да. Сондықтан біздерге қазір дұрыстап жүйе жасап алуымыз керек. Сол жүйені жасау үшін ең бірінші сайлауға қатысуымыз керек. Сайлауда біздің дауыстарымызды ұрлатпауымыз керек. Соған міндеттенуіміз керек, өзімізді өзіміз. Мен мысалы осы сайлауға барам. Менің үйімдегі бағып атқан мына бала шағам, әке шешем, бауырларым, қарындасым, ағаларым, солар үшін мен барам, дауысты ұрлатпаймын. Мен қадағалаймын оны деп та. Біздің жүйе соны ұрлатып үйренген, соны ұрлап үйренген, сонымен сөйтіп жасап келе жатыр. Соны енді ұрлатпай, соны қадағалайтын болса, халықтың мына белсенділігін көреді олар. Түсінеді. Сонда ғана біз өзіміздің дауысымызды да, өзіміздің ана Алла берген нәсібемізді де қолымызға алатындай жағдайға жетуіміз керек. Уағалейкум. Сондықтан біз осы сайлауды өткізу үшін барымыз күш салып, мысалға айтайын, тек қана Таушықта бір участке болатын болса, Мұратбайдың атынан бар, ауылдықтан түсетін бар, райондықтан түсетін бар, солардың бәріне мысалы адам болған уақытта әркім өзінен сайлағанда 3 адамнан болған жағдайда артық болып атсаңдар, қалаға келің, Ақтауға көмек керек. Ақтауда байқаушылар керек бізге. Өздеріңіз сияқты азаматтар керек. Ол жерде айқайлап, төбелесудің қажеті жоқ. Заңменен жасаймыз бәрін. Отырамыз, нарушение таптық па, акт бар, қолыңда жазасыңда, оны қалай жазатын бәрін үйрететін азаматтар бар. Бәрінде де үйретеді, білімнің де қатты қажеті жоқ, тек қана ана жерде тұрып, өзің сол ғана бақылау керек. Сол бақылау отырып, дауысымызды ұрлатпай отырып, ұстайтын болған жағдайда біз өзіміздің кандидатымызды сайлай алатын жағдайға жетуіміз керек. Қазір бізде 11 кандидат бар, тек қана бір орынға таласып тұрған, мен басқасын жаңа ауылдық, аудандықтарды айтпағанның өзінде 11 кандидатқа жұмыс жасаймыз. Сондықтан кімді ұсынасыңдар біз бұл жерде, жоқ сендер оны ұсынбаң, ол дейтін мынандай, ол мынаны бейтің деген әңгіме айтпаймыз. Айтуға құқымыз да жоқ. Сондықтан біздердің айтатын мақсат соны сайлауды өткізу. Мысалы сайлаудан біздің кандидатымыз өтпей қалған жағдайда да, біз сол жетістікке сол жетпегенде де, бәрібір біз ұстап қалуымыз керек. Мына сайлауға қатысып, қалай болады екен, мына денемізден өткізуіміз керек, білуіміз керек, осы жүгіруіміз керек, шаршауымыз керек. Соны үйренгеннен кейін келесі сайлауларда біздерде опыт алуымыз керек. Түсінікті ме? Сонда ғана біз бір затқа жетеміз. Ал енді кандидатымыз өтпей қалған жағдайда не істейміз деген сұрақ келетін болғанда, біздер сол кандидатымыз өтпей қалса да, біз ауызбіршілікті ынтымақты ұстап қалуымыз керек. Мына ауыл мен ауылдың арасында, қала мен ауданның бәрінің арасындағы байланыс жасап алуымыз керек. Түсінікті ме? Қай жерде қандай проблема болған уақытта біз хабарлар болып отыруымыз керек. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан мүмкін болып жатса, сол төбелесіп, оқ атып, неге шығып жағаласатын емес, біздер мәдениетті түрде заң талабыменен соны талап етіп қойып, қалай істейтіндерін бәрін болашақта үйренеміз. Соған қарасты ең шаруамыз ары қарай ұйымшылдық ұстап қалу. Қазір біздің мақсаттарымыз бір-бірімізді жамандау, анау батыр, мынау қатын, анау мынау, содан басқа айтатын әңгімеміз қалған жоқ. Чатта отырып алып төбелесеміз, ешқандай бәрінде тоқтату керек. Тек қана елге қызмет жасауға жұмыстану керек. Мына жастар жүр, біздердікі жасарымыз жасадық, но бірақ мына жастарға обалды. Қазір не жұмыс жоқ. Мына Мұратбайға келіп жатыр, семьясынан ажырасып кетіпті біреуді. Табатын табыс жоқ, әйелі айқайлап ақша сұрайды. Бұл ақша берейін сені 5-6 баласын баға алмайды. Ең соңында ажырасып тынғанда бізге керек па ол? Бізге қазақтың көбейгені керек емес пе? Бізге қазақ дұрыс менталитетті қазақ керек емес пе? Сондықтан ағайындар, біз осы жолды таңдадық. Осы жолда қалай сайлауды өткізуге кәдімгі ниеттендік, соны дұрыстап өткізіп. Мына тұрған алдарында айтып отырсам да, мен осы сайлауға өсімге дейін қатысып көрмеген адамын. Сайлаудың қалай өтетінін білмеймін. Соны үйреніп жатырмын. Осы қалай жасау керек, соны істеу керек деп, өзіміздің қасымыздағы ниеттес жігіттерімізді қасымызға жинақтап, қыздарменен, соларменен жұмыс жасап жатырмыз. Заңгерді алдық, сол заңгерменен сұраймыз. Сайлаудың заңын оқыш. Мен бейтсем заңды бұзбайым ба, бейтсем бұлай болмай ма деген сияқты сұрақтарымызды қоя отырып үйреніп жатырмыз. Сонымен қарай қазір ілгері басып келе жатырмыз. Ал партиялар болса, олардың жүйесі қалыптасқан жолда тұр, олар бұрыннан жасап келе жатыр бұл сайлауды, қалай жасайтынын біледі, және қалай ұйымдастыратынын біледі, кімдерді сайлау комиссиясының төрағасы қылады, кімдерді оның қасындағы көмекшісі қылады, оның ішінде қалай кедергі жасайтындарын бәрін жасап қойған. Соның бәріне біз қазір отыруымыз керек, дұрыс жүретінге. Қысқаша осы мәлімет жеткізіп айталдым ба? Қанағат болсаңдар, ағайындар, енді шаруаға көшейік. Біздерде жоспар көп. Алдымызда осы Маңғыстауда біраз жерді аралауымыз керек. Кеше Боранқұлдан бастап, мына Бенеу жағынан Боранқұл бар, Сарға бар, Бенеу бар, Ақжігіт бар, соларды аралап қайттық.
солармен де танысып қайттық. Және осы қазір мәжіліс неге мажоритарлықпен түсіп атқан кандидаттарға келіп жатқан бір кішкене кедергілер бар. Ол бәр жағынан да бар. Ол кедергілерден бәрінен өтеміз. Ана маған кедергі жасап жатыр, бүйтіп жатыр деп айқайлап, қырғын шығарғаннан бізге одан шаруа бітпейді, ілгері жүруіміз керек. Көш сүрет, үй түрет дейді ғой, сол көшімізді ілгері алып жүруіміз керек. Артқа қарап айқайламай. Ағайындар, енді алдарыңызда қазір алып келіп отырған сіздерге таныстыру үшін және өзінің бағдарламасы бар. Ол бағдарламаның бәрінде де өздерің қарайсыңдар. Ол бағдарлама жұмыстанамын деген затты ұмытпаңыздар. Жасаймын деген әңгіме емес. Жасаймын деген адамды ол Назарбаевпен я Тоқаевтың ана жерде я күйеу баласы я біреу айтпаса, мен басқасы айтады деп айта алмаймын. Жасаймын деген адамға мен өзім сенбеймін, басқаларыңды білмеймін. Бірақ жұмыстанамын. Жұмыстану үшін жаңағы айтып отқан жүйе жасадық қой, қалыптасатын. Сол жүйемен арқылы жасаймыз. Оның мәселесі мына жерде қазір көрсетер. Мысалы, бір ауылдың азаматтары түгел ауылда бір проблема бар. Мысалы айталық, бір жол проблемасы да. Соны салау керек деген уақытта әкімге айттыңдар, ауданға айттыңдар, ештеңе шықпады, мысалы айталық та. Облысқа айттыңдар, шықпады. Енді ауылдың азаматтары түгел бәрі қолы қойып қағазға жазады да, арызды басына сықайтып жазып түгел бәрін қолы қойсаңдар, соны көбейтіп отырып, сол қолменен ендігі шешілмегеннен кейін мына сайланған ауылдарынан сайланып жатыр ма, ауданнан сайланып жатыр ма, жаңағы депутаттарға бересіңдер. Сол депутаттар сол көлемде, аудандық көлемде ма, қалалық көлемде ма, я болмаса жаңағы облыстық көлемде ма көтереді. Аудандық көлемде шешілмеді ма, облыстық көлемдегі депутатқа береді. Мә, бізден шешілмеді, ақша облыстан шешіледі екен, бізде ақша жоқ, сендер шешің деп. Соларға береді. Олар ар жақтан соны жұмыс жасайды. Енді ол жақтан шешілмеген жағдайда ол алатта мәжіліс депутатына жібереді. Сендер Маңғыстаудан шешілмеген шаруаны мына жақтан шешесіңдер, бізге обратный связь дейтін бар. Мына кейін қарай енді жауап келу керек қой. Біз оны айттық та, енді кейін қарай жауап келу керек. Сол жауапты жасауымыз үшін енді бұл кісілер о жақта жұмыс жасау керек. Жұмыс жасап отырып, кейін қарай облыстық мәселеге хабарлайды, облыстық депутаттарға. Міне мына шаруа шешілді, былай болды, былай болды. Сенде мына не, я болмаса мынау шешілмеді, себебі мынандай. Тіпті шешілмейтін болып жатса, шешілу керек болатын нәрсе болса, дұрыс болатын болса, онда шаралар қолданылады. Көрдіңдер, бәрі күшпен шешілетін. Сондықтан қысқаша уақыттарыңды алмайын, сендерге қалай жасалатын жобасын түсініп атқаным. Енді Мұратбай сіздерге қазір өзін таныстырсын, айтсын, қарапайым жұмысшы, өзіміздей кәдімгі жағы жұртшылықтың арасынан шыққан, не басшы болып, не коммерсант болып, бірден нелері дүниесімен бірден ұсталып қалады, ертең қыс жібереді дейтін ештеңесі жоқ. Үкіметтің алдында талабын дұрыс қойып, жігерлі, батыл қойып, соны жасап жүрген азамат әлі күнге дейін. Сондықтан соны сіздерге таныстырып, әрі осы сендерге бағдарламасымен көрсетіп, сайлау алды, ары қарай жұмыстанайық. Рахмет тыңдағандарыңа. Мұратбай. Ассалаумағалейкум. Құрметті таушық жұрты, армысыздар. Маңғыстау жұртының ауызбіршілігі керек. Хаттамамен жаңа бір ауылға бардық, қай ауылы. Әдемі Ақшұқырда әдемі жазып қойған кәдімгідей. Мынандай қалың қағазымен сумкамда жазып қойған, өзінің жаңа жұмыссыздық мәселесін көтеріп. Міне халықтың Ақшұқырдың енді ауызбіршілігі, енді мен әңгіме жоқ дедім жігіттер, сау болың, дұрыс. Міне солай болу керек. Заң жүзінде түгел халық осындай мәселемен қол қойса, сонда ғана барып мәжіліс депутаты парламентке барып хатты міне бетіне оралады. Міне халықтың атынан келдім деп. Сонда жалғыз адам сөйлемейді барып. Мен сені ана жаққа барып, мен Маңғыстауға барып келіп ана жаққа жетіріп тұрсам, қой Маңғыстау шығып жатқан жоқ қой, жатыр ғой Маңғыстау дейді. Тіпті тыныш қой дейді. Сен өзің бар бір зат бүлік шығарайын деп жүрсің ба деп айту мүмкін ол маған. Айта алады. Ал мен мынандай қалың қағазбен барсам, жұртшылықтың, ел жұрттың қолымен мен кәдімгі былай ұрып айта аламын, төс көріп. Міне сондай мәселе ағайындар. Бұл жұмыссыздық мәселесін көріп отырсам, әдемі шығарып қой кәдімгі. Жұмыссыздық мәселесіне келсек, енді бұл жерде мұнай саласына, Жаңаөзен қаласында да дәл осы мәселе. Қай жерге барсаңыз да. Мұнай саласына адам сыймайды, арнасынан асып кеткен дейді. Жақсы, мұнай саласына кірмей қояқшы, жақсы. Басқа да мәселелер бар ғой. Ауыл шаруашылығы бар. Субсидия бөліп шаруашылыққа, жастарымызды ауыл шаруашылығының деңгейіне көтеріп, сонда үлкен неге жеткізуге болады ғой, жетістіктерге. Өте қиын. Жер алу шаруашылығы сәймізде, жер алу деген өте қиын қазіргі таңда. Қиындап тастаған. Соның барлығын жеңілдетуіміз керек. Субсидияның бағасында жаңағы кредиттің арзан қылу керек, қолжетімді халыққа. Осының бәрін жасау үшін
заңдылыққа өзгеріс керек, заңдылыққа жоғарыда. Қазір 30 жылдан бері заңнамалардың барлығы халыққа емес, бір адамға жасақталған. Бір ғана адамға жасақталған. Халыққа ешқандай жоқ заң. Халыққа. Наразылығыңызды айтып шықсаңыз, сіз аудан тұрғындар қазір сіздерді заңсыз деп таратып жібереді. Немесе қамайды. Қазір заң аясында сұрап шығасыз, осы ауылға мынандай зат керек, шаруашылық ашу керек, жаңағыда егістік алқабын жасауымыз керек, жаңа теплиция болады, әртүрлі. Шықсаңыз, да біздерге қаржы бөлінбейді деп шықсаңдар, сіз заңсыз болып саналады. Сіз заңсыз деп шығарады. Неге ол заңсыз болады? Конституциямыздың 32-ші бабында көрсетілген әрбір Қазақстан азаматы пикеттерге, демонстрацияларға қарусыз, халыққа зиянсыз шығуға құқылы делінген. Шығуға болады, яғни көріп отырсыздар ғой. Ал бірақ қазір шығармайды. Соның бәрі бір адамға бағынышты қылғаннан, бір адамға бағынышты заңның бәрі. Конституция заңымыздың өзі, ата заңымыздың өзі 30 жылдан бері 18 рет өзгерілген. 18 рет өзгерген. Ол масқара ғой. Масқара. Ол конституция қазір бізге черновик бұла қарасың. Черновик болып қалған. Оқып қараңыздар, түсінесіңіздер. Оқысаңыздар конституция заңын. Енді осы мәселелерді өзгерту үшін ағайындар, сіз біз болып ауызбіршілікпен осы қалай деген елге осының ықпалы тиді деген депутаттар өзіңіз сайлап үміткерлерді шығарып, бірақ ауызбіршілікпен сол адамға қадағалауымыз керек, Маңғыстау жұрты болып түгел. Сол адамға жұмыстандыруымыз керек, бұйыруымыз керек, халықтың атынан шыққасын жерде. Мына Мәжіретарлы деген бұл партияға қатысы жоқ, тіпті мүлдем қатысы жоқ. Өздерің біліп жатқан шығарсыздар. Бұл халықтың атына берілген бір мүмкіндік. Сол үшін мына мүмкіндікті жоғалтпай, ертеңгі күні сайлауда бюллетендерімізді ұрлатпай, халықтың жүрегінен шыққан әрбір өзінің үміткерін ұрлатпай біз төбеге көтеруіміз керек. Ана жаққа халықтың мұң-мұқтажын жеткізе алатын азаматтар керек. Жеткізуіміз керек. Әскери сапардағы әскерлер өліміне себепті жайттарды анықтау, қайталанбауын қадағалау. Себебі өздеріңіз көріп жатсыздар. Кеше әскерге барған балдарымыз, өздеріңіз балаларыңыз бар, інілеріңіз бар, тумаластарыңыз бар. Не бір адам шеті жоқ болып кетті өлімнің. Алла сақтасын. Енді қазір қайбір ата-ана соның бәрін естіп отырып, әскерге балдарын жібергісі келеді. Ана жақта. Соның барлығын қадағалау, барып тексеру осы мәжіліс депутаттарының құзырында деп ойлаймын ағайындар. Қысқаша толтырып мысалы біздер балаларымыз жібергіміз келмейді. Себебі мынандай жағдайды көріп отқаннан кейін қай-қайсысың да мен емес, бәрің де солай да. Кім баласын анандай болып жатқан нәрсеге жібереді да, жүйеде талқан болып жатқан, барған әскерлер өліп жатқан жерге де. Ал енді жібермеймін дейсің болатын болсаң, мына дұрыс емес деп, біздің шекарамызды кім қарайды? Бізді кім қорғайды? Сонда бұл мақсат жасалып қойған, яғни біздің жан-жағымыздың бәрін шашып, ешқандай ешкім әскерге бармау керек, қорғаны болмау керек. Сол Қазақстанды бәрін есігін ашып қойып, кім келсең де саған есігім ашық деген сияқты болып тұр ғой. Сондықтан біздікі бір білмеймін, сол мына жерде біздердің шекарамыз бекілетін, соны қорғайтын дұрыс әскерлеріміз болу керек. Оны өзіміздің балдарымыз соған жұмыстанып келіп, бәріміз де барып келдік әскерге. Қиыншылықтарды көрдік, бірақ дей тұрғанменен соны неттік. Енді сол балдарды қарайтын, сол әскерге барған балдарды қарайтын жауапты адамдар неге жауап бермейді мысалы? Олардың бәрі жауапты өзінен алып тастап, басқаларға нетіп, ішінде қасындағы бірге әскерлес болған балдардың кінәлі қылып, сөйтіп нетіп жатыр. Негізгі беріп жатқан адамдар таба алмай жатыр. Соларды қозғау керек, шығару керек. Сонда ғана елімізде қорған болады да. Әскер мәселесі осылай ағайындар. Қорған жоқ, арғы жақта тексеріс жоқ. Бір өлім болды, екі өлім болды, үш өлім, тіпті шеті жоқ болып кетті мына өлімнің. Құдай сақтасын енді, олай болмағай енді. Осының барлығы жүйенің шіріп тұрған ағайындар, шіріп тұрған жүйенің. Ол өтірік емес. Кредитный амнистия 30 жылдан бері бұл халық банк, кез келген банкты көтерілген кімдер? Біз халық банкты көтерілдік. Ең қымбат несиемен алдық, 23-30 айтып біреулер сұрақ қойып жатыр. Оны әркім өз үшін алады ғой дейді. Өз үшін алады әркім. Бірақ қандай кезде алады? Қысылады, қысылған кезде алады.
халық қысылып қалған кезде алады. Сен балаң ер жетті, жұмысқа тығамын дейді. Тағы бірден жаңағыдай үйлендіру керек оны. Көршінің баласын, мұнайшы жұмыста бар. Жақсы, оның жағдайы жетеді. А сонда мұнайшы емес бала ата-ана баласын, сол мұнайшының жаңа жұмыстағы бар, дұрыс дәрежелі жаңағы баласының тойын өткізбеу керек пе? Қысылғаннан барады да, пенсионер ата-ана барады да, барып пенсиясынан барып 1 миллион кредит алады, 5 миллион кредит баласын тойын халықтан кем қалмай бергісі келеді. Сөйтіп немесе таңада ауру сырқат бар, түрлі ауру сырқат өзіміздің мемлекетімізде емдейтінде пока мамандар жетіспеуіне байланысты шетелге барып сол емделіп жатыр. Шетелге бару қазір 10 миллионсыз бітпейді ем қазіргі таңда. Соған бір реттік амнистия, мысалы Польшаларда бар, Грузияда болды мысалға. Байлық қазынасы төмен, байлық қазынасы жоқ, біздікінде емес. Ал біздің мемлекетте байлығымыз, қазынамыз мол бола тұра, неге бір реттік амнистия 30 жылдан бері халыққа бір мүмкіндік бермеске, халықтың кредитін бір жауып тастап, жаңағы 2%-бен болады, төмен пайызбен кредит беріп, тағы болады қайтадан алуға жауып тастап. Сонда халықтың әл-ауқаты жақсарған сайын, сонда мемлекетіміздің деңгейі жақсарады деп ойлаймын ағайындар. Сонда халқы байдың жері бай деген ғой, білесіздер ғой. Халық бірінші халықтың жағдайы жақсармай, ол мемлекеттің жағдайы деген жақсарады деген мүмкін емес ол ары қарай. Халық бай қуатты болса, сол ғана бір біздің мемлекетіміз жақсарады ағайындар. Еңсемізді әрбір қазақ халқы еңсесін көтеріп жүру керек, былай. Еңсесін көтеріп жүруіміз керек. Былай емес, әркімнің ойына той садақа баратса, неше, осы ай қашан бітеді, осы кредиттің уақыты болып қалды. Әр қазақтың ойында бар ол қазір. Басында қалыптасып қалған соң. Міне ағайындар, сондай неден арылуымыз керек. Енді уақытымыздың тығыздығына байланысты сұрақтарыңыз болса, артық сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, талаптарға мынау жеткізу керек, тағы мынандай сенікі мына жерің дұрыс емес, мына жерің бұрыс деп айтатын болсаңыздар, сондай сұрақтар қоя беріңіздер. Ала отырсыз, оқып танысып. Ең бірінші халықтың осы не болды, сіздер айтып отқандары. Жұмыссыздық, кредит. Өзекті мәселе. Дұрыс, иә. Сол, жұмыссыздық мәселесі, жұмыс болса барлығы тоқ болады деп ойлаймын. Себебі бар ғой ағайындар. Сұрағыңыз қойыңыз. Ағайын, сіз айтып жатсыз, бұл информацияларға, сіздің оқып жатқан информацияларыңызға әлеуметтік желі қазір дамып да. Бұл лекция сияқты оқып жатсыз да, енді мына арада қазір. Мен түсінемін. Мен де мұнайшымын. Сіздер де мұнай саласында шыққан азаматтар шығар деп ойлаймын. Қазір мұнайшымын мен. Мен осы кезге дейін тон мекемелерде жасап келдім да. Шектеулі. 1 жыл, 3 ай, 6 ай, одан да көп болмайды. 6 жыл жұмсасам, 5 бұрынсыз көрдім осы кезге дейін. Оның бәрі тұрақсыздықтан. Ал енді сіздер қандай қызмет атқарып жатсыз? Бір, екінші мәселе, енді 2015-те мораторий басталды, 2022-де ашылды. Енді жаңағы итке сүйіп тастағанда таласады ғой халық. Сондай сияқты халық ақымақ қылып отыр да аналар. Ал енді сіздерге енді осы кезге дейін сіз қандай ниетіңіз бар? Міне, өзеннің адам көргірі, өзен мұнай газға деген система. Жетібай, мен әңгімені аяқтап тастайын. Жетібай мұнай газға кіріп жатыр адамдар. Шетте аумағына қарасты өзінің адамдары кіріп жатыр. Ал былай қарап тұрғанда, біздердің ауылдың момын халқы деп ойлайтын шығар олар да. Ондай емес әңгіме. Ол халықтың ішіндегі бір іріген зат. Мына халықтың өзін түсінбейді да. Біз сіздер айтып отырсыздар. Сіз лекцияңыз деген зат мына ненің ішінде толып тұр, соттың ішінде деген тұнып тұрған зат, оны оқымай қойса да саналы адам өзі түсінеді. Сіз енді қайталап айта берудің қажеті жоқ. Сіз соны барып жасасаңыз, онда біз қолымыз көтеріп шапалақтаймыз. Ал оны жасамаған айта бергеннің кез келген үкіметтің адамы деп жатсыз, я тағы бір депутат деп жатсыз. Сіздің айтқаныңыз бәрі айтып жатыр. Қазір заңда Назарбаевты жамандаса күшті болып кету деген сөз жоқ. Ондай деген қою керек. Лекция оқымау, іске көшу керек. Іске көшу үшін енді сораға дұрыс маман болу керек. Мен сізді ойлаймын, мен сізді танымайды екенмін. Әлеуметтік желілерде былайдан да мағанды танимын. Сізді таниды, ел таниды да. Сіздің мына кісінің орнында сіз болғанда может өтетін бедіңіз да. А бұл кісі, мен ойламаймын, бұл кісінің мана парламентке барып отырып, бір затты жеткізе алатынына қабыл алатыныңызда қандай кепілдік бар сізде? Қазір мен саған жауап берейін болса. Қазір былай алайық. Сіз жауап беруіңіз керек оған.
баратын адам жауап беру керек. Қазір айтайын. Былай түсінікті Баратын болсын. адам жауап Тұрыс, беру. тұрыс. Баратын адам барып жауап беру. Дұрыс айтасың. Қазір түсінікті болсын, бір нәрсені айтайын. Сенің айтып отқан, сіз неге бармадыңыз дегенге. Біріншіден менің шектеулігім бар. Шектеулігім болмағанның өзінде де қазір сол отырғанның бәрі шалдар емес пе? Жастарға орын жоқ қой. Біздер жастар үшін жүрген жоқпыз ба? Біріншіден. Тыңда енді, тыңдап ал, айтайын. Сұрақ қойдың ғой енді, айтайын мүмкін болса. Маған қатысты сұрағыңа. Біздерде барарымыз, өткізіп айтарымыз, жеткізеріміз ондай адамдар бар. Бірақ мүмкін болса біз жастарды жетектейік, үйретейік, ілгері қарай салайық. Бәріміз де күшті маман болып шыққан жоқпыз. Өміріміз үйренумен өтеді. Білмейтін нәрсеміз көп бәрімізде де, бірақ үйренумен өтеді. Сондықтан бұл жігіт бүкіл әлеуметтік желіде бар, интересіне қызығатын адамдар болса қарасаңдар болады. Ал енді мәселеге келетін болып жатсақ, жаңа сен айтып отырған жұмыс мәселесі болсын, жаңағы айтып отырған әртүрлі мекемелер бүйтіп кететін басқа болсын, бәрінде де онымен араласып жұмыс жасағанбыз. Оны өздерің шет жағасын білесіңдер. Бірақ сол Маңғыстауға келген уақытта әуелі трансформация деп алып келді соны, ірітудің алдында. Содан кейін барып, не жатыр Нұрбек, тағы бір демеді, оптимизация деп алып келді, бірдемені алып келді. Соның бәрін қабылдатпай мұнайшыларды жинап, профсоюздармен жағаласып, осы біраз төбелестік. Астанаға дейін барып сол шаруалармен. Себебі мүмкіндік болды, профсоюз деген бізде қолымызда не болғаннан кейін соныменен бардық та. Мынау қазір сол сияқты да айтып отқам. Біздер қазір мына жерде айқайлай берейік, көшеге шығып айқайлайық бір шаруалармен да. Мысалы сен де дұрыс айтып отырсың, бүйтіп айтып отырсың. Соның бәрін біздер ояққа жеткізіп, тек қана естірту емес, соны жасатуға жұмыстануымыз керек та. Жасату үшін біз жаңа айтып отқан жүйені жасауымыз керек. Ол жүйені жасау үшін сендерге түсіндіру керек. Ертең біз бүйтіп жатырық, келің дауыс берің деп үндемей отыратын болсақ, сосын іштеріңізден айтуға қақысы бар да, және оныкі дұрыс болады. Сендерді біз танымаймыз, ешқандай келген жоқсыңдар, көрген жоқпыз деген әңгіме. Сондықтан мына танысу жүйесі, таныстыру жүйесі, содан кейін жұмыстың қалай жасалу жүйесі жобасын жасап, сонымен бірге жұмыстанады. Себеп бұл жігіттің де қазақ елі бойынша жақтастары көп, қазіргі түсіп атқандардың ішінде мына мәжіліске түсетіндердің ертеңгі. Менің де таныстарым бар, басқаның да таныстары бар мен Нұрбектің. Бәрін қоса отырып, басын қостыру, таныстыру да. Мен мысалы осы портта тұрып қанша өссем де, осы таушықтың өзім қатарлы, сендерді айтпай-ақ, өзім қатарлы адаматтардың көбін танымаймын да мысалы. Сол сықылда таныстырып, бастарын қосып, соларменен сосын айтып, бізге қазір керекті не мәселе, үлкен мәселе қазақ елі бойынша. Давай бізге мына сайлауды өзгерту керек, сайлаудың жүйесін. Былай қарасаң, ол сайлауды айтатын болсаң, не жұмысыма қатысы жоқ, не ана әскердегі басқаға қатысы жоқ сияқты да. Бірақ оның негізгі қатысы біз сайлаудың заңын дұрыстасақ, ішіне соның халық адамы кіріп, соның бәрін істейтін болып жатса, сонда біз өзіміздің адамымызды кіргізе аламыз біріншіден. Өзіміздің адамымыз кім қала, сол анжаққа талапты қойып жасата аламыз. Және айтып отқан өткенде де айтып жатырмын, мажоритарлық деген мәселе бір тесік бізге беріп қойғанда, қысқаша айтқанда бір тесік беріп қойды да, осыған кіріңде қызмет жасап қараң деп отыр да. Ал сол тесікті есік қылу үшін мына жерден жасаған әрекет сол жақта да жасалу керек та. Солар сұрап отырып, соны көбейтіп, ана жасап айтқаны 30 адам деп отыр, 29 адам деп отырық қой бүкіл Қазақстан бойынша. Жаңағы немен халықтың арасынан баратын. Соны 50%-ға дейін апаруға жұмыстану керек. Сонда ғана тепе-тең болғанда партиялар менен мына халықтың арасындағы сонда дауыс сонда дұрысқа түседі та. Себебі олардың қазір дауыс бәрібір де көп. 30% деген өздерің біліп отырсыңдар, ол қалай дауысқа салса да жеңіліп қалады. Сондықтан соны біздер халық болып итеріп отырып жасатуымыз керек. Сенің мәселең бойынша оны бұл күрестік. Біздің кетуіміздің де бір жаққа, мен айтпай-ақ қояйын. Соның да себебі осы. Беселу деген мәселені де сол үшін жасады. Мына жерде мен қазір айтсам, бір мына программа емес, менің өз шаруаммен сенің сұрағың бойынша бүйтіп айналып кетеміз да. Сондықтан інім былай қылайық. Мына мәселеде көп бар, міне қара. Сайлау жүйесін жасақтап, әділ сайлау өткізілуіне, бұған қатысты тікелей парламенттік мемлекет құрылуына дейді. Парламенттік мемлекет дейтін, мысалы мен жерде сендерге айтып отырмын, бүйтеміз, сөйтеміз деп та сендер мені тыңдап отырсыңдар. Риза болғандарын қоштайсыңдар, риза болмағандарын үндемей отырсыңдар. Ал о жерде қайтеді, бір адам басқарады, былай болады дейді, солай жасатады да, сонымен келе жатырмыз да. Қалғандар үндемейміз. О жақтағы үндетпейтіндей қылып қойған. Енді соны үндететін қылып, мына естіген іштік емес, соны жасататын қылып жұмыс жасауымыз керек. Сұрақ қойыңызшы, былай сіз енді әңгімені үдетіп кеттіңіз ғой. Иә. Сіз бұл кісі парламентке барсың, бұл кісіні қолдайық. Иә. Ал ертең сіз ол кісінің қасында үлкен залда мынаны оқы деп отырсыз ғой. Кез келген затты ответті әркімнің өзі беру керек. Біз бұл кісіні қолдауымыз керек болатын болса, осы доказать ететін болса,
бұл кісінің кез келген сұраққа өзі жауап берсін. Сіз оның қасыңызда қапталдасып екінші орында алып отырмайсыз ғой. Сен маған қойған сұрағыңа жауап беріп жатырмын. Жоқ, мен сұрақты бұл кісіге қойдым да. Жарайды. Бір кісіге сұрақ бағытталды ма, мен бұл кісінің танымағандықтан, білмегендіктен бұл кісіні ойладым да, мұны доказать етіп. Дұрыс, міне кім былай ғой бауырым, былай. Бауырым. Жақсы, жарайды, бауырым, міне былай. Бауырым, сіз мені танымаса, Жаңаөзен қаласында Жұмағалиев Мұратбай Facebook парақшаларымда да қарасаңдар, YouTube бар Жұмағалиев Мұратбай деп шығады, ол қарауыңызға болады. Бұл мәселелерді мен мынау қазір мен шығарып отқан жоқпын. Мынаны бұрыннан Жаңаөзен қаласында ашық алаңдарда шығарып қозғап жүрмін. Мына мәселелердің бәрін қозғап келе жатырмын. Осы мәселе жұмыссыздық мәселесі, несиелік амнистия бәрі мынау жерде, ауыз су мәселесі барлығы қозғалып келе жатқан мәселелер мынау. Сіз енді танымаймыз деп отырсыз ғой. Сол қарасаңыз танисыңыз. Мына жұмыссыздық мәселесі деген айтыңызшы. Сіз енді депутатқа түсіп отырсыз ғой қазір. Үміткерге. Жұмыссыздық мәселесін қозғалатсыз да өзіңіз. Біз Ақшұқыр хат жазды деп отырсыз ғой, жаңағы көрсетіп отырсыз. Біз сол хат сондай жазып сізге тапсырып та. Маған емес, депутатқа. Депутатқа тапсырып, егер сайланбай қалған күнде де соны алып жүре аласыз ба? Бізбен бірге жұмыс жасап. Сізбен бе? Сізбен мен халықпен мен әңгіме жоқ. Жоқ, тоқтамайды. Сол жаңағы міне айтып тастайын. Жаңа Амин ағам айтып отырды ғой. Біздер сайлау мынау жүрмей қалған кезде өтпей қалсақ та, біздер мына жерден Маңғыстау облысының бір жұдырық болып ауызбіршілік сақтау үшін мынаны үйреніп, бұл бірінші рет емес сайлау. Әлі әкім сайлау болады жақында 24-те. Сол кезде де біз бірігілікті түрде осы қалай деген азаматтарды шығаруымыз керек. Ана жүйенің бұрыннан келе жатқан сойылдан соғып жүрген адамдарды емес, өзіміздің арамыздан шығарып, біз жас білімді жастарды шығарып, осы қалай деген жүректі білімі болғанда да айта алатын арғы жаққа барып батырып, сондай азаматтарды шығарып, бір болсақ қана арғы жағын жасай аламыз. Әрине дұрыс айтып отырсыз, міне шаттар бар. Мына осы мысалы Таушықтың осының бәрін жинақтап келе жатырмыз, бәрін. Сөйтіп, жаңағыдай бір жұдырық болсақ қана Маңғыстаудың түбеген кейбір әрбір затын шешуге болады, өзекті мәселелерін тек. Өтініш болсын, енді сіз айтыңыз жоқ, айтыңыз. Енді былай қарай жол жүресіз, аманшылық болса, порттылар, Қарағанның аймағы, өзіңіздің өзеніңіз. Дұрыс. Соларға барғанда айтсаңыз, халыққа айтсаңыз да, мынандай бір дүниені қою керек. Бізге тиесілі, біз алуымыз керек деген затты қою керек. Мысалы, ол Маңғыстаумұнайгаз болсын, ол жаңағы судың қасындағы мекеме болсын. Маңғыстаудың ауызы бір болу үшін, мен айтып тастайын, бір болу үшін Маңғыстаудың ауызы бір болу үшін халықтың несі бір болу керек. Халық бір болу керек, әрине дұрыс. Олар бір азғантай заттың шетін шығарып аяқтырады, халық бір-бірімен қырқысып жатыр да қазір. Дұрыс айтасың. Ол зат мына мұнайда, байлықта, басқа да халыққа ортақ дүние болғандықтан ешкімнің жекеменшік дүниесі емес. Қаншалықты бізге көрініп тұр, біз көру керекпіз міндетті деген затты қай ауылда болсын, қай неге болсын айтуға міндеттісіздер. Маңғыстау олар, қазақ елі олар, енді оның ішінде зардап шегіп отыр. Біз болғандықтан Маңғыстаудың халқына бірдей. Соны жеткізсеңіз деп айтады. Бұл дұрыс. Ауылдастарыңызға да, оның бер жағындағыларға да енді мына жол картаңыз бойынша ескертсеңіз деген үміт. Дұрыс, сау бол, рахмет. Бұл мына мәселені сіз айтып отқан мәселелерді мен бұрыннан да айтып жүрген мәселем бірлік керек деп. Себебі оны Жаңаөзен қаласында өздеріңіз білесіздер, 2019 жыл жұмыссыздықтың мәселесін көтеріп жүрген Ержан Илшібаев деген бауырымыз болды. Жастар жылы болды 19 жыл, білесіз, Назарбаевтың шығарған жастар жылы. Сол жылы Ержан Илшібаев жастарды артына ертіп, жаңағыдай видеофиксациямен заң жүзінде әрбір прокуратураға, әкімшілікке, құзырлы органдардың барлығына кіріп, өзінің жаңа жастарды жұмыс көздерін ашып кіріп жүрген жас бала заңсыз қамалды да кетті. Қазіргі таңда 4 жылы, 1 жылы қалып еді, тағы 7 жыл жамап, 8 жылға қамалып кетті мысалға. Ол нені білдіреді? Ауызбіршілігіміздің жоқтығын білдіреді ағайындар. Көріп отырсыздар ғой. Ал ауызбіршілік жоқ, неге жоқ? Заңдардың бәрі банаға айтып кетті. Заңнаманың барлығы бір адамға да қаралған, бір адамға жасақталған. 30 жылдан бері
заң халыққа деген заң жоқ, халыққа деген қазір. Кәм үкімет, мысалы кез келген мына құзырлы органдардың барлығы, сот орындары да қазір жұмыс қазір кімге жасайды қазір? Барлығы ар жаққа бір адамның бұйрығын жасайды. Бір адам бұйрық беріп отыр. Сол үшін мәжіліске барғанда мақсатымыз не істеу керек? Мәжіліске барғанда заңнамаларға өзгеріс жасалмай, мен де сіз де қозғала алмайсыңдар ағайындар. Ар жаққа барып, заңды өзгеріс жасатуымыз керек. Конституциямыздың керек болса 93 жылғыны қайтаруымыз керек. 93 жылғы конституцияны қайтаруымыз керек. Бұрын жұмсақ болған 95-ке дейін жаңағы конституциямыз өте жұмсақ болған. Соны біз қайтарсақ қана халықтың жаңағы өзінің наразылығына шығып жаңағыдай өзінің емін-еркін алаңдарға шығуға құқылы болады сол кезде. Сұрай алады кез келген нәрсесін. Қазіргі барлығы 30 жылдан бері өзіне қарап жасақталған заңнаманың барлығы үкіметтің өзіне қарап жасақталған. Айттым ғой жаңа 32-ші бапта мен солай шығып 32-ші баптың жаңағы құқылым ғой алаңға шығуға. Шықтым бірнеше рет, бір жылдың ішінде 7 рет қамалдым мен Жаңаөзенде. Неге мені қамайды олар? Көріп отырсыздар ғой. Судьяға айтам, сіз неге қай бапқа, қай заңға келтіріп қамап отырсыз дейді. Мен балам білмеймін дейді. Маған бұйрық берді дейді. Онда қалай сотсыз? Білмеймін балам, маған ұрыспаң дейді, болды. Мен не деймін оған енді? Көріп отырсыз ғой. Бір адамға бағыныштымыз өтірік емес Қазақстан бойынша. Бір адам шешеді, болды. Тағдырымызды бір адам шешіп отыр. Кеше міне мына неде бар міне. Тағы бір сұрақты берді, осы інім ұқсаған бір ОДКБ әскеріне неге қарсы шығасың дейді. Ол біздің мемлекетімізді қорғайды ғой дейді. Мен алып тастау сотты өтіне отырмын, алып тастау керек емес біздің мемлекетке деп. Біздің мемлекет өз қазағымызға сонда, армиямыз сонда біздің өз Қазақстан ішіндегі халқымызды басуға, террористті тоқтатуға күшіміз жоқ па сонда өз мемлекетімізде? Көріп отырсыздар ғой. Біз сондай болып отырмыз қазір. Шекарамыз ашық-шашық жатыр. Кез келген адам кіріп шығып отыр ар жақтан. Кім тонайды кірген шыққан алып тонап жатыр біздерді. Қазір бюджетімізде қазір ақша жоқ деп зар еңірейміз. Осының барлығы өзімізден ағайындар. Ауызбіршілігіміз жоқтығынан. Осының немқұрайлы қараймыз. Былтыр 2020-да 16 миллиард бөлінді деп Тоқаев өзі президенттің жаңағы баяндауында Маңғыстауға деп. Соның 3 миллиарды Жаңаөзенге бөлінді деді пандемияның кезінде. Мен өзімнің қалалық әкіміме бардым. 3 миллиард қайда? Халықтан ақша жинап профсоюздардан ивил аппаратқа біздер профсоюздардан шығардық. 16%. Түгел емханаларды қамтыдық өздеріміз. Ал енді неге біз профсоюздың ақшасынан беруіміз керек, халықты ақшасынан деп сұрағанда әкімге бардым. Неге жаңа 3 миллиард жетеді ғой, 3 миллиард мына ақша ғой. Соның 1 миллиард да жетеді ғой бізге, Жаңаөзенге. Қалған қаржы Құдай бар Мұрат, мен бірде-бір тиын көрген жоқ, 3 миллиард келген жоқ бізге деді. Өзін мойындады ашық екен. Енді сіз әкімсіз, енді айтпайсыз ба дегенде. Жоқ, мен барып айта алмаймын, сіздер барып айтың деп тұр. Сендер барып айтыңдар. Ал мен қарапайым халық алаңда жүрген өздерің сияқты. Шырылдасам да даусым жетпейді. Шырылдасам да. Мен осы жерде кеше мен өзім мына мәслихат депутаттығына түсейін деп аудандық сөйтіп ұмытылғанмын өзім. Мәслихат депутатына түсейін деп осы жерге Маңғыстау облысының жігіттердің өздерінің қасында жақтастарымның осы Маңғыстауда бауырларымның Ақтауда айтуы бойынша, Мұрат, сен мәслихатта не, біз сіз танимыз ғой, не бар мәслихатта? Жанайқайың жетті ма осы кезге дейін деп. Иә, жеткен жоқ. Тоқаевтың алдында бардым бірнеше рет шырылдап. Ютубтарда бар, қарасаңыз көрінеді. Жұмағалиев Мұратбайдың деп сөйлегендердің бәрі бар. Оның барлығы билікке жеткен жоқ. Сен билікке жеткізгің келсе парламентке бар деп мені нұсқа отқасын жерде, жіберіп отқасын жерде мен өзім сол жаққа барғым келе отыр ағайындар. Сол жаққа. Неге мен бір баланың жаңағыдай бір сауатты 5 дипломы бар адамның деңгейінде барып, мен халықтың мұқтажын сонда мен ана жаққа барып, мен жетіре алмаймын ба, қара жұмысшы? Мен осылай сөйлеп жетіре алмаймын ба? Әлде менде мүлдем сөйлейтін жазатын сауат жоқ па? Неге айта алмаймыз? Әрбір қыза сіз де айта аласыз, Шопан да айта алады әрбір сөзді. Барып, ең басты батылдық керек, жүрек керек ағайындар. Қорықпауымыз керек. Тек қорқуымыз керек, халықтың мұқтажын жасырып қалып, Алла тағаланың алдына ертең не деп жауап беремін деуден қорқу керек. Міне бауырым, осындай жағдай.
Сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Айта берсең сөз көп. Кешегі ана нені де қозғадым ғой мен, ана жұмыссыздық мәселесі. Мінеге міне Ақтау қаласында бүкіл құрылыс компанияның барлығында неге шетел азаматтары жұмыс жасайды? Неге жергілікті азаматтарға бермейді оны? Жергілікті азаматтар кірмейді дейді. Олар қайдан кіреді жергілікті азаматтар? 80 мың, 100 мың айлық берсең, 120 мың айлық берсең. Ол несіне жетеді ол? Сен бері 300 мың ең төмен жалақы қылып, 500 мың қыл жоғары жалақыны құрылыс компаниялары. Барлық менің балам да жасайды барып сол жерге. Ол мұнай деп, миллион бер деп тұрған жоқ. 500 мың берсең жұмыс жасайды қазақтың жастары құрылыс компанияларында. Соған біздер қадағалауымыз керек ертеңгі күні. Келіп заңда, тендерде, даже мына құрылыс компанияларына бөлініп жатқан тендерлерді жаптырып тастауымыз керек. Келіспесе, жергілікті халықты алмаса, оның жаңағы жұмыс ақысын көтермесе керек емес. Бұрынғы ана СМУ мекемелері, ата мекемелері болды, алпауыт құрылыс компаниялары. Солардың барлығына жандандыруға атсалысуымыз керек. Оған да атсалысуға сендердің көмектеріңіз керек. Жаңағыда айтқандай хаттамамен қол жинап парламентке мәдеп міне халықтың атынан келіп отырмын деп төс көріп баруға сондай күш керек ағайындар. Міне осындай бір жас бауырларымыз керек, сөйлеп тұрған мына бауырымыз сияқты. Осылай белсенді болуымыз керек, әрбір жастар. Сөйлеп айтуымыз керек. Көкейін деген айтып отыр ғой. Әрбір қазақ сөйтіп айту керек. Сонда бағана барып біз ел боламыз ағайындар. Бұға берсек, суға берсек, қорқай берсек, онда біз шөге береміз ағайындар. Тіпті біз онда кері кетеміз. Енді біз халықтың рухын көтеруіміз керек. Осы халықтың рухын қалай көтереміз? Сайлау арқылы, әділ сайлау арқылы. 30 жылдан бері құрсыныш сайлау әділ өтпей теріс айналып, қазіргінің өзінде мен қазіргі жаңағы сайлауға байқаушыларды деген таба алмай қазір дал болып жүрмін қазір. Шындығына келгенде қазір. Тіпті теріс айналып қашады халық қазір. Сондай деңгейге жеттік та, нөл деңгейге. Сайлауды бедет, құрсыныш дейді. Бәрібір билікті сайлау, ұрлап кетеді. Міне сондай ағайындар ат салыспай, бюллетендарды ұрлатпай, халықтың мұң-мұқтажын жетіретін депутаттарды, үміткерлерді өздеріңіз сайлап, соған ат салсыңыздар, белсенді болыңыздар, жаңағы сайлауға деген белсенділігіңізді арттырыңыздар ағайындар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер ағайындар. Сөйлесіп, кәдімгі емін еркін отырайық, сөйлесейік. Барлығымыз да ауылдың баласымыз ғой. Айтып отырыңыз. Білеміз, енді бәрімізді бірінші рет көріп отырмыз. Иә. Бірақ жаңағыдай әлеуметтік желі арқылы білеміз, баяғы 11-ден бері іштей қолдап жүретін едік, енді кеше түсіп жатыр деген қолдайықшы деп. Деп жатыр, қолдаймыз. Дұрыс, рахмет. Бәрімізді Мұратбай дегенді былай тек неден оқимыз да көрмеген адамымыз еді ғой. Иә. Бірақ сен үкіметтен бір талай жағаластың ғой. Екі аяғыңды да Кеше, көне екі ай біне. аяқта жедің қайта, дұрыс қой. Сындырып кетті. Не үшін сындырып кетті сол? Қарап отырсың. Не үшін сындырып кетті? Мен әкімге барып айттым, жұмыс жасап жатқан жоқсың, 5 ай болды дедім. Әкім мырза, сіз жұмыс жасап отқан жоқсыз дедім. Жаңаөзен сіз келгелі 5 айдан бері қоқысқа айналды дедім. Міне 3 ай қоқыс жатады деген, не зат ол 3 айдан бері қоқыс жатады деген. Өзіміз онсыз да экологияға түн шығып жатқан еліміз қазір. Халықпыз, түн шығып отырмыз экологияға. Оның үстіне барып қоқыс, шаңы өз алдына тұрсын. Көріп отырсыздар ғой. Соны айтқаным үшін енді мен сондай жаман адам болып қалдым енді. Нәтиже болмайды, нәтиже болмайды. Себебі заңды өздеріне қаратып алған, заң органдарының жұмыс жасамағандығы, соларға өзгеріс болмай заңнамаға нәтижеге шығара алмаймыз. Сосын Маңғыстау халқының бүкіл қазақ жұртына ауызбіршілігі керек. Ең біріншіден Маңғыстаудың атынан шығып атқасын жерде Маңғыстаудың ауызбіршілігі керек маған қазіргі таңда. Таушықтан да бақылаушы бар ма енді сенде сенімді? Таушықтан? Мен енді келіп отырмын. Сенімді адам сайлау керек қой бір-екі адам. Сенімді болғанда барлығын сенімді шығар, халқым елімді жүрген азаматтар шығар енді. Енді бір жаңағы бір жұмыс тауып беремін, немесе бір жер беремін, үйбай мынауыңа субсидия беремін деген сатылып кетпейтін шығар. Біздің қара домалақ қазақтың балдары ғой мен деген. Енді
мен бар бізде жасақтау керек ол адамдарды. адам тағайындауымыз керек, дайындауымыз керек, корточкасын алып беруіміз керек, сенімді уәкіл деген. Бір екі ауыз сөз айтайын. Айтыңыз. Ассалаумағалейкум баршаға. Мен Мұратбай бауырымыздың сенімді өкілімін. Мен атын Құшақбаев Нұрбек. Манағы бақылаушылар бойынша бір екі ауыз сөз. Жаңағы Ақтау қаласында штабымызды аштық. Орталық штаб болады облыс бойынша. Қазір сол жерге бақылаушылар жинап жатырық. Сосын агитацияға байланысты жұмыстар жүргізіп жатырық. Осы елім үшін, жерім үшін деген азаматтар болатын болса, дауысты ұрлатпаймыз, өзіміз қалауымызды сайлаймыз. Сол адамды парламентке жібереміз дейтін адамдар болса, осы бізге жазылып хабарласса, біз деген оларға жаңағы бақылаушы болуға мандат береміз да. Сол сіздерде қанша участка бар? Жоқ дегенде бір екі адамнан тұрса, үшеу ма? Біреу ма тек? Ол жақта біреу ма? Хотя бір үш адам керек та онда осы ауылдан шығатын, таңертеңнен кешке дейін осыны бақылап, қалай болатын, не болатынын қалап тұратын адам керек та. Егер де боламын дейтін адам болса, жазылса, бір қол тиген кезде келіп кетсе біздің штабқа, біз бәрін үйретіп жібереміз да, қалай өту керек, не істеу керек, қалай бақылау керек деген мәселелерді да. Сол жерден Кіргіздің ба? Мен өзім бар, мен жаңғазын кластасымын. Болды. Сол, тағы да ат салсам дейтін болса, қалада бізде учаскелер көп та. Негізі, менде де ат салсайын деп келетін болса, бізді сол жаққа жазып қойып, қалада бір орынды көрсетеміз, осы жерде сен боласың деп, соған келіп бір күн тұрып кетсе болады да. Енді әрине жағдай жетіп, енді бір қол тиетін болса, енді елім үшін, жерім үшін ғой ол біреу үшін емес, өзім осы бала шағым үшін деп қаншама енді қолы бос адамдар болатын болса, бір агитация жүргізсеңдер, 10 шақты адам болса да, 20 шақты адам болса, бізге қанша көп болған сонша шақты да. Бір күн ғой тек, бір күн уақытымызды бөлсек деп отырық та соған да. Соған бәріне ат салысып жүгіріп жатырық та, бәріне айтып, жігіттер тұрайық, өзіміз үшін, өзіміз болашағымыз деп та. Біз өзіміз таңдап, өзіміз керегімізді, қалауымызды қоя алмайтын болсақ, біз кімге енді былай айтқанда өкпемізді айтамыз деймін да, егер де өзімізден ешқандай іс-әрекет болмайтын болса да. Соған бір сөйлеуге бәріміз шеберміз. Мен де айта аламын, ана жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес, анау андай, мынау мындай деп та. Бірақ соны істеуге мен не істедім деген әрбір адам өзіне сұрақ қою керек та. Бізге мынау беріліп тұрған кішкентай да болсын мүмкіндікті, соны пайдалану керекпіз да. Мына айтқандай тесіктен есік жасау керекпіз ғой. Сол үшін бар күшімізді салып, ел болып, жұрт болып, осы мәселені шешу керекпіз да. Ол тек бір ауыл емес, осы бір Маңғыстау облысы бойынша шешу керекпіз да. Бәріне айтып жатыр, қолдарың бос па, келің, тұрайық, бірге болайық деп та. Соңғы сайлау емес, Алла қаласа болашақта әкімдерді сайлаймыз. Болашақта мына соттарды да сайлау керекпіз да. Президентіміз сайлау керек, бірақ әділ өту керек та. Оны өзіміз қадағаламасақ, біздің немқұрайымыздың кесірінен бәр нәрсе болып жатыр да. Ешкімге өкпелемеу керек, егер де өзіміз қозғалмайтын болсақ та. Тек өзіміздің бірігіп қозғалған арқасында бір нәрсеге жетуге болады да. Сол бәріңізге айтатын, осы бірігіп, осы сайлауды өзіміз қалағандай алып өткізейік. Рахмет тыңдағаныңызға. Білім зат емес, жүрек керек деген ғой. Ауылдан шығып жатқан жүректі қолдайып, дауыс береміз. Қазір мына алдарында бізге видеоға түсіріп жүрген балада, бұл да мәжіліске, мәслихатқа, кандидат облыстыққа өзін таныстырар. Бұл бірақ сендер бұл жерден бұл балаға дауыс бермейсіңдер. Бұл балаға тек өзінің микрорайондарын айтады, қай жерден округтарын. Сол жақта таныстарың болып жатса хабарласыңдар, және кішкентай өзі несін түсіндіріп өтеді, облыстық неде қалай жұмыс жасалатыны. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен аты жөнім Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы. Жетібай ауылында туылдым. Ата әжем Жармыш ауылынікі. Ес білгелі 13-ші шағын ауданнан тұрып келдім Ақтаудан. Қазір 17-ші микрорайонда тұрмын. Мен осы Маңғыстау облысы мәслихат депутатының үміткермін. Мәслихат депутатының қазір действующий мәслихат депутатының жұмысын кішкене түсініктіріп жіберейін. Мысалы, Маңғыстау облысына 500 миллиард теңге бөлінді. Сол 500 миллиард теңгені мақұлдаған кезде, абдабіренеріңізде мәслихат депутатының қолы керек. Сосын сол 500 миллиард теңге қайда кетіп жатыр, қалай кетіп жатыр, не үшін кетіп жатыр, соның бәрін есігі ашық. Мысалы, осы уақытқа дейінгі мәслихат депутаттары атасы болды, баласы болды, немересі болды, тағайындалды. Себебі олары қоя отырды, артында боғы бар да, тырп еткізбейді. Мысалы, бір ауылдар айтып кетті. Бізде мынандай тұрба, канализация, су келмейді дейді, бір ақша бөлініп тұр да. Соларға мысалы әкімдеріміз бар, бір әкімдеріміз шешпейді дейді. Солардың барлығына облыс деңгейінде халықтың арасынан шыққан депутаттарымыз қай дейді ғой, сол міне мәслихат депутаттары ғой. Солар келеді,
сразу бюджет ашып жібереді да. Так, міне Таушық ауылына 2 миллиард бөлініп тұр дейді. Әкімге барады, 200 миллион теңге тұр. Қайда миллион 800 қайда, миллиард 800 дейді. Сразу тауып береді, немесе сотта жіберіп алады да. Не, сол прозрачный жоқ болғасын клиент коррупцияға кетіп отыр ақшаның бәрі. Ал сосын таза адамдар кіре алмады да. Таза адам кірсе, бәрін де ашылып деп тұр да, мысалы. Ал сол үшін кіргізбейді. Ал егер де біз кіретін болсақ, келесі бәрі жұмыстан шығып кетуі мүмкін да. Или бір келісіп, коммуникация жасап, компромисске келіп, келісіп, жұмысымызды жалғастырамыз. Ақша бар, ақша бөлініп тұр. Жаңа айтты 3 миллиард деді. 3 миллиардтың бір теңгесі тегілген жоқ дейді. Ақша бөлініп жатыр, жеп қойып жатыр. Себебі бәрі өзі темада отырған адамдар ғой обычно. Міне өсіп қара халықтың арасынан шығып солай кірсек, бәрі өз қолымызда да. Мысалы міне жаңа айтып отыр 2024 әкім сайлайды. Сол әкімді облысымыз бойынша 17 мәслихат депутаты болады облысный. Сол мәслихат депутаттан адам бір несі керек па сол әкімге. Сол өзіміздікін тықсақ, өзіміздің әкіміміз болады деген сөз. Сол каждый облыстан 2 адам сенатқа барады. Сенатта мысалы мәжіліске отыр ғой, заң шығарушы орган. Жоғарғы палата сенат болады. Ол налар шығарының жанын мақұлдайтын палата. Уже сенатқа барады да, әр облыстан 2 адамнан барады мәслихаттан деп. Уже сөйтіп біз өзіміздің адамдарымызды кіргізе берсек, бәрі өз қолымызда да. Кәм нереальный бай мемлекет біз, кәм 20 миллион халқымыз бар, тоншы территориямыз бар, бірақ өте бай мемлекет біз бар. Просто кірмей келсін, біздің сыртымыздан шешіп шығарып тастап жатыр да. Жыламаған бала емшек жоқ, қол қойып тастайды, жауып тастайды, кетеді. Сол мен 12-ші микрорайон, 13-ші микрорайон, 16, 17, 18 шағын аудандарында барлық сайлау учаскелерінде менің кандидатурам ұсынылады. Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлға. Сол келіңіздер, тумаластарына хабарласын, сайлауға дауыс беріңіздер. Сосын сендердің қастарында жаңа бауырым айтты, сайланбасанда қасында жүреміз деп, қастарында жүреміз, проблем жоқ. Самое главное, сендер біздің қасымызда жүрсеңіз болды. А так өзімізге сөзімізді береміз, бірақ санымыз көп болса, слишком берім боламыз да. Әңгіме санымызда болып тұр да, сапа керек болып тұр да. А так проблем жоқ, мысалы мықты 100 адам болсын, Маңғыстау облысы жақ 100 демей ақ қойшы. Неше әр ауылдан бір адам шықсын, солай бәрі өйстіп тұрса бар, Маңғыстаудың проблемасы кәм шешіп тастаймыз ғой. Просто табандылық керек те. Вот, коммуникация келіп танысып жатырық біз. Танысып арқылы білсеміз де. Сөйтіп міне сол үшін келіп жатырық та біз дейтін. Оның алды сендер просто ярлык бар да, бәрі жиынның адамдары құрсыншы, мұрсыншы. Білмейсіңдер біз міне мүмкіндікті пайдалана. Бірінші мүмкіндік, бірінші біздің баспамызға осы келіп жатқан. Ең бірінші міне сайлау процесін, мәдениетін біз қалыптастырып жатырық міне ең бірінші міне. Бірінші мүмкіндік міне. Соны жақсы алып кетсек кетеміз дальше больше. Сол айтарым. Уақыттарыңды бөліп келіп отырғандарыңызға біздерде жоспарлап қойған жерлер бар. Жаңағы айтып отырған барымызша түсіндіруге тырыстық. Солай қалап жұмыс жасауымыз үшін біз бір-бірімізден сұрап талап етіп отырып, ары қарай жұмыс жасауымыз керек. Соның енді анаяққа барғаннан кейін қайтып келіп жауабы келіп, соның бәрін бізге қанағаттанарлық болу керек. Қысқасы мына баланың айтқанынан көп нәрсе түсіндіңдер деп ойлаймын. Және соның ішінде ана ақшалар біздің баяғы мынау менің ағайыным еді, ол барсыншы жігіттер ағайындар қарамайсыңдар, ана ру тұрақты біздің руыңда біз сонымен кетіп қалдық. Ана бастық менің ағайыным еді, әбейтейік, біз соныменен жүріп өзіміз қаңғып жатырмыз, бірақ сол басшымызды көтеріп жатырмыз, бірақ бізге пайдасы жоқ. Сондықтан біз оны тоқтатайық, біз тек қана елге қызмет жасайық, сонда ғана ана қаратқан миллиард балама, миллион балама бірдеме қалама, мүмкін ауылдық жерден бірдеме ашатындай бірдеңе жасаймыз, экономия қылып жіберіп. Халыққа жұмыс жасайтындай бірдеме жасайтындай ойластырамыз ба? Сондай шаруаларға қызмет жасайық үшін жасалып жатқан нәрсе ғой. Мынадан ақшаның қайда кеткенін тауып отырамыз да. Ал енді ағайындар айта берсек әңгіме көп, таусылмайды, бірақ бәріне де шаруа керек, іс керек, жұмыс жасау керек. Өздерінде ағайындар бар. Біз 5 адам болса да жиналысқа барып сөйлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Бәрінде камераға түсіріп жасап жатырмыз. Соны неге? Яғни сол мына Дүйсенбай дейтін канал бар, мына баланың каналы. Соны барған жеріміздегіні өзі бала ертең шығарады. Неге? Сосын сіздердің ауылдарыңыздағы мына неге группаға кіргізіп қойсаңдар, баланы сол группаға салады. Енді көбі Фейсбуктан қарайсыңдар ғой, жаңа басқаннан кейін. Соны қарап отырсаңдар, ішінен көресіңдер. Сосын қай ауылдарда кездесіп келе жатырмыз, қай жерде сояқтардікінде салады. Неге? Соның ішіндегі сендердің қоя алмай қалғандарың, сендердің қойғыларың келген сұрақтардың бәрін мүмкін солар табылып қалуы мүмкін. Оған берген жауаптар табылып қалуы мүмкін. Соған қарай анализ жасап отырасыңдар өздеріңіз. Сөйтіп жұмыс жасайтын болсақ, біз кішкене бір Маңғыстауда хотя бы өзіміздің жан-жағымызды біріктіріп, етек жемізді жинақтайық, ары қарай бірегейік. Мына жүрісімізбенен қазір бүйтіп жамандап жүрген далаға кетіп қаламыз. Қысқасы бір нәрсе айтып кетейін. Мына Қосановты сайлайтын уақытта бәрі Қосановты жамандап кеттік те, бірақ ары қарай өзіміз сол ұйымшылдық ұстап қалмадық. Негізінде сол Қосанов сатып кете қойсын. Біз ұйымшылдық ұстап қалу керек еді сол кездегі. Сонда біз қазір сайлаудың бірнеше баспалдағында жоғары тұратын едік. Біз қазір нөлден бастап жатырық та, білмеймін, жасап көрмеген затымыз. Заңнан ананы сұрайсың, сұрамайтын затым жоқ. Енді кабинеттен шыға алмай отырасың ғой.
анау қайтса кетеді, мынау қайтса қайтеді деп жаңағы қойып жатқан сұрағының бәрі дұрыс. Енді қалай істеймін, мынаны қайтемін деген сияқты. Соның бәрі себебі мына артық бірдеңе айтсаң кандидатқа зиян да. Ертең кандидат шығарып тастайды да сенің ұсынып жатқан кандидатың. Сондықтан соған зиян болмасын үшін деп арасында арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей арасын қарап бүйтіп жүрміз да, сасқалақтап. Мүмкін болғанша. Енді біздің сол мақсатымыз жаңағы, енді ол кім қалай шешеді, әркім жүрегімен өзі қабылдайды. Мақсатымыз елге бірдеме жасайық, осыны істеп көрсетейік. Ал енді жаңағы айтып отқан, ертең мына сайлау біткеннен кейін мен группалардың бірінде де бірдеңе айта алмаймын отырамын. Себебі мен шектеулі адаммын. Пока мына сайлауды пайдаланып, мен сендердің араларында шауып жүрмін. Осы сайлауда сылтау қылып. Армянскийде де өзімнің армянның майшасын алып алып, соны сылтау қылып барғанмын. Қаңтарда енді халық үшін бардым, өзімде шыдай алмай ел шығып атқас. Мынада да сайлауды пайдаланып шығып отырмын. Маған болмайды халықтың арасында. Түсіндіре алдым ба, ертең неге жоқсың, көшкенде бүйтіп әдемі бүйтіп қолың сермеп кетіп едің, қазір қайдасың деп тұрмаңда. Шегі бар ма? Бар, ол да бітетін уақыт бар, Құдай қаласа, көрерміз. Оған дейін бірдемемен қармаған іліп тастамаса, аман жүрейік. Соған енді сіздердің мына ауызбіршіліктеріңізге ризамыз. Осы кездесудегі келе жатқан екінші кішкене бір кездесуіміз, бір адамы кішкене көптеу, бір нетіп отқан. Көп жерде 4-5 адамдармен, 10 шақты адаммен кездесіп жатырмыз. Осының өзіне де ризамыз. Ары қарай барымыз, қатарымыз көп болсын. Жаңағы айтқан мақсат сайлауға қатысу, мақсат. Басқа мақсат сайлауды бітіріп алайық. Соған қадағалайық, бәріміз конкретикам араласып шығайық. Жас жігіттер, давай қолдарыңды босатып келің. Соны жасап, жұмыс жасайық, соны өзіміз дауысымыз ұрлатпайық. Сонда ғана ертең күні өзіміздің нәсібемізді сол жерден алуға жұмыстанайық. Әр жерде біздің нәсібеміз бар. Елге қызмет жасасаң дейді, сенің нәсібең соның ішінде дейді. Менде жасыратын жоқ, бала шағама бірдеме жасағым келеді, анаға мына проблемасы бар ғой бәрінде де. Бірақ онымен айналатын болсам, мынаяқ қалып жатыр, мынаяқпен айналсам, мынаяқ қалып жатыр. Яғни неде болса мынаяқпен айналысайын, оныкі де көрерміз деп. Бірақ қарап отырсаң, жайлап Алла тағала өзі ретін тауып, мынаяқта да өздерінің мәселелері шешіліп жатыр да. Сосын риза болып қоямын, ата баба бәрі келтіріп айтқан екен ғой деп та. Елге қызмет жасасаң, еншің соның ішінде деген, мына қараш, шаруам шешіліп жатыр деп өзімнен өзім кейде риза болып отырамын да. Мен көмектеспесем де істеліп жатыр да. Аллаға сіздерге рахмет, Алла разы болсын, қуаныштымыз. Ауыз біршілікте бәріміз бірге болайық, жаңағындай мәселелерді бірге шешейік. Жұмыс жасау керек та, давай бір проблеманы көтерейік. Низат, жұмыссыздық па, давай жұмыссыздық. Кредит па, кредит. Басқа не бар, мынау ма, мынау. Соменен көтеріп отырып, жан-жақтан бүкіл Маңғыстаумен соны қоятын болып жатырсақ, депутаттарға ана жерде столдырып отырып айқайлайтындай мүмкіндік береміз да. Және көрсетеміз да, міне біз бүйтіп тұрмыз деп. Ал қазір біздің арамызда бүйтіп тастады, ол кім? Ол бізге бұл айтып отқаны мына жүйенің жасап қойған әрекеттері да. Мына айтады ғой, бір алмаға бір құрт түсетін болып жатса, тәтті алмаға құрт түседі ғой. Химикаты бар алмаға құрт түспейді, дұрыс қой. Тәтті алмаға құрт түседі, яғни ауызбіршілігі бар жерге құрт түсіп тұр ғой. Сол құрт ана алманы талқандайды. Құрт алып тастағаннан кейін барып, сосын жеуге болады. Сол біз құрт салмай қарамызда, сол құртты кетірейік қарамызда. Бізді оқсатып жүрген осы құрт. Себебі ана жасалып жатқан әрекеттер сөйтіп арамызды бейтіп шатастырып отыр да. Bir жолмен жүрейік те соны жасайық. Ағайындар, айта берсек әңгіме көп, ризамыз. Жасалатын нәрсе көп, айтатын да әңгіме көп, бірақ қазір көп нәрсе қолданып қалып жатыр ғой. Қысқасы осы жолды бір бастап кішкене жолды ашайық, сіз бол, біз бол, сол ары қарай апаруға жұмыстанайық. Рахмет сіздерге. Рұқсат болса біз жолға жүреміз. Үлкендеріңіз мына жерде бір бата берсеңдер. Сау болыңыз. Иә, біз енді мына жігіттердің, ауылдың жігіттері естіп жүріп, менің өзімде көптеген сайлауларға біз бір шынымды айтсақ қатысқан жоқпын. Жігіттердің де көбі солай да. Ал енді осы соңғы кезде байқап жүрмін, мен өзімде жүрегімде осы сайлауға барайықшы деген бір не бар. Кіру керек болса процесске. Осы ауылда бір кім болса да, үлкен болсын, кіші болсын, бата беріп. Ал жігіттер, Маңғыстаудың мына азамат жігіттері, Мұратбай айнадай жаңағы жұртқанда жолың болсын. Осы енді ақ батамызды береміз. Ауылдың атынан енді. Әумин. Қолдарың болсын. Сәт болсын.